Пижамный вечеринкамыз қалай өтті? Туған күнге бара жатқандықтан құрғыл бармайын дедім, оның үстіне үйіне бірінші рет бара жатырмыз. Сыйлығымды лентамен буып түйіп алдым. Бірінші болып Алтынай екеуміз келдік. Алтынай ортамызға жаңадан қосылып жатқан қыз. Ол еще 3 айлық бөпесімен келген ғой. Кіре салып өз сыйлықтарымызды табыстадық. Ал енді кімнің туған күні болып жатыр деп түсінбей отырсаңыздар, мінекей туған күн иесі. Ал енді мына жердің атмосферасын қарасаңыздар, оформлениені өлтіріп жіберген ғой енді. Мынау негізі қандай күшті идея деп қоямын ғой. Ал енді өзімнің образымды көрсетіп кетейін, тіпті нәскиіме дейін жүрек қой. Алтынай екеуміз бірінші келіп алып, осылай танысып, видеоға түсіп, одан дастарханды түсіріп, әйтеуір жүрдік қыздарды. Ал бір кезде қыздар келді, гүлім осылай тортымен құттықтады. Басқа қыздар да өздерінің сыйлықтарын беріп құттықтап жатыр. Ал енді сіздерге гүлімнің әкелген тортын көрсетейін, қараңыздар, қандай әдемі иә. Бір кезде Индира суши пиццасын әкеліп дастарханды толтырып жіберді ғой. Дәмді тортпен шай іштік. Одан бөлек Индира мантыны да, салатты да барлығын өзі пісіріп жасаған ғой. Өте дәмді болған ғой енді. Бір кезде Индираға барлығымыз ақ тілектерімізді айтып, туған күнімен құттықтадық. Барлығымыз ақшалай жинап, осындай клубника в шоколаде алдық. Одан бөлек ақшалай сыйлығымызды да табыстадық. Индира да бізге ақ тілегін білдіріп, үйіне барғанымыз үшін қуанып қалды. Ал енді келесі бөлімде қандай ойындар ойнағанымыз туралы айтатын боламын. Парақшама тіркеліп алуды ұмытпа.